Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде тексерілімде осындай Hyundai Casper көліктері. Сіздер үшін осындай екі түсті алдық. Ақ цвет және осындай военный цвет дейміз ба, не дейміз оны? Бір куб бензин, бір куб простой мотор, атмосферный, және бір куб турбо болып екіге бөлінеді көліктер. Малометражка 2023 жылы бирка бойынша. Morning'тің классында жүреді, бірақ Morning'тен қарағанда салондары бойы биік және салоны кең. Бұл көлік 10 000 шақырып жүрген. Коробкасы автомат, классический. Обогрев обдув сиденьесі бар, драйв мод, мұнда спорт және нормал екі режимде жүреді. Екі кілті бар, осындай кәдімгі әдеттегідей кілт. Осындай үлкен монитор, артқы көрініс мониторда. Осындай электронды табло, полный мульти-руль, управление мультимедиа және адаптивный круиз контроль, удержание полосы, удержание руля, осындай подсветкілері бар. Подлокотник, жинақ қоюға болады. Енді керемет шыққан көлік деп айтса болады. Комплектациясы бойынша. Екіншісінде көрсете кетейін. Бұнда дәл солай. Отырғанда адамның аяғы да тимейді. жылғы. Бұл 4800 шақырым жүрген. Бұнда монитор жоқ, монитор орнатса болады. Жаңағы сияқты комплектация. Керемет. Қызықтырған жандар болса хабарласыңыздар. Көлік под ключ қазақстандық нөмірге дейін 6 миллионнан басталады. 6 миллионнан ары қарай комплектациясына қарай қол жеткізсе болады. Келесі көлік бізде Kia Seltos көлігі 2022 жылғы. 9,5-10 миллион теңгеге дейін под ключ кроссовер іздеген адамдар үшін осы көліктерді ұсынар едік. Бұл көлік 1.6 куб. Екінші қатары сплошной диван. Жаңа көлік. Бескөлшеу доступ. Ассистент СПК 2022 жылы көліктің осындай қара салонда. 15 000 ғана шақырым жүрген. Полный электропакет. Коробка автомат. Осындай үлкен мониторы бар. Алдыңғы, артыңғы парктрониктер жұмыс жасап тұр. Обогрев обдув передний сидений. Таудан түсу батырмасы бар. Көлік 4 ВД. Ассистент парковки, обогрев руля және видеорегистратор драйв мод шайбада. Үш режимде жұмыс жасап тұр. Круиз контроль бар, удержание полосы, удержание руля, авторучник, автоход және осындай стакан қоятын орындары бар. Бір зоналық климат контроль. Бұлардың да комплектациялары бөлінеді. Максимальный комплектациялар бұдан кішкене қымбатырақ жүреді. Осы көлікке қызыққан жандар болса хабарласыңыздар. Келесі көлік бізде Kia K7 көлігі. Осындай темно-синий, яғни қара көк түстегі. R18 дискілері. Резинасын жағдай өте керемет. 95% деп бағаласақ болады. Полный комплектация. Мұнда осы алдыңғы крыломен алдыңғы есікті вторичный окрас бар. Қалған жерлердің бәрі тап-таза, жағдай керемет көліктің. Электропривод. Багажник осылай кнопкада басқарылады. Мұнда бамперінде осындай бір-екі сырылған жерлері бар. Майда жүйде ол ешнәрсе етпейді. Жалпы көліктің жағдайы өте керемет. Бесключевой доступ, ассистентский телефон, камера 360. Салон осындай қоңыр салон, панорамалық шатырымен. Бирка бойынша 2017 жылы полный электропакет, память сидений, клавиши сидений, память руля,
рульде кнопкада басқарылады. Керемет көліктің жағдайы. 카드를 넣어주세요. Аналоговый щиток прибор, 113 000 шақырым жүрген, круиз контроль бар, полосада ұстау, коробка автомат, классический, обогрев руля, ассистент парковки, видеорегистратор, обогрев передних сидений полностью, авторучник электронный, драйв мод, автохолд және артқы шторканы кнопкада басқару. Осындай үлкен монитор, камера 360 жұмыс жасап тұр. 90 климат контроль. Алдыңда осындай видеорегистратор орнатылған. Екінші қатарға келетін болсақ, артыңғы орындықтар ысыту батырмасы, механический шторкасы бар. Подлокотник, мына артқы мультимедианы арттан басқару. Артқы USB Type-C. Видеорегистраторлар қойылған. Көліктің жалпы жағдайы керемет. Есік пен бір крылда вторичка бар. Қызыққандар болса хабарласыңыздар.